Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Осындай үй жағдайында бүгін біз творожный пирог пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Енді комната температурасында тұрған сары майымызды, одан кейін қантымызды салып, шанышқымен араластырып шығамыз. Содан кейін бір жұмыртқамызды салып, бұны да араластырып шығамыз. Мені дұрыстап араластырамыз. Енді ұнымызға бір қасық қопсытқышты қосып араластырып саламыз. Енді осылай салып араластырып, осы арқылы тесто жасайтын боламыз. Міне тестамыз дайын. Енді формамызды алып, осыған нандарды осылай салып шығамыз. Енді шанышқының көмегімен осылай жан-жағын өстіп басып шығамыз. Енді салмасын жасаймыз. Творог, қантты қосып, және бір жұмыртқа. Содан кейін сметана салып араластырамыз. Дайын болған массамызды формочкаға салып, 180 градуста 30-35 минутқа қойып қоямыз. Баршаларыңызға ас болсын. Маған тіркеліп, лайк басып, және комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған Толғанай. Сау саламатта болыңыздар.